Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі алғашқы кездесу сіздермен. Сондықтан кішкене қобалжу бар, айыпқа бұйырмаңыздар. Менің есімім Аида, мен Украинаның Киев қаласында 8 жылдан астам уақыт өмір сүремін, жұмыс жасаймын. I know my lease is up and the bailiff's at the door, and still I'm hanging on to the life we had before. Осы шет жер менің ішкі жан дүниемнің және сыртқы келбетімнің трансформациясына қандай әсерін тигізді? Жалпы минимализм деген не? Оны қалай қолдануға болады? Мен сіздерге жеткізгім келеді. Олай болса, кеттік! Минимализм мен үшін ең алдымен тазалық, түстердің тазалығы, ақ, қара түспен ақ тамаша образдар құруға болады. Дегенмен мен таңдаған киім тотал бір түске құралған болса, мен сол образға ерекше акцент бергенді жақсы көремін. Айталық, көйлегім мен етігім қара түсті болуы мүмкін, бірақ оған таңдалған бау міндетті түрде акцентті, жарқын болады. Киевтен аз ғана ақшаға 1000 гривен, шамамен $38 арзан көрінбейтін әдемі киім іздеп көрейік. Ол үшін қазір біз қаладағы қарапайым сауда орындарының біріне барып, 3 образ таңдаймыз. Достар, бүгінгі кішігірім танысу уақыты аяқталды. Минимализм және оның менің өмірімдегі мәнін, жалпы шет елдегі қазақ тілшісінің өмір сүру салтымен танысу үшін каналыма, Instagram парақшама жазылыңыздар. Комментарий және әділ сын күтемін.